Келіндерге бір сұрақ. Сіз өз ата-енеңізбен тұрасыз ба, әлде бөлек пе? Жұбайының ата-анасымен тіл табысу қиынға соғатын оқиғалар әлеуметтік желілерде көп айтылады. Ал ақтөбелік келіншек Жансая Қонақбаева ата-енемен тату тұрудың түрлі жолы бар екенін айтады. 10 жылдан бері ата-енесінің қолында тұратын келіншек олардың іш киіміне дейін жуады екен. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Жансаяның айтуынша, бақытты отбасы құру үшін келін сөз тасып, төркінге жиі бармау керек екенін айтады. Енеде, келінде сөз теріп, бір-бірінен қателік іздемеу керек. Сильное заявление. Ене енелігін көрсетеді, шымшып сөйлейді, жүрекпен қабылдап сөз тасымау керек, дейді Жансая. Ақтөбелік келіншектен кеңес. Келін болып түскеннен кейін 5 жыл шыдамдылық таныту керек. Артынан барлығы түзеліп кетеді. Ажырасудың қажеті жоқ деп санайды. Ата-енеңді сыйласаң, олардың асын дайындап көңілін тапсан, ер адам ешқайда кетпейді.